Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымызды тақырыбын анықтау үшін бейне материалды тамашалаудан бастаймыз. Тәуелсіздікті алу Қазақстанның көптеген дамыған және дамушы елдермен экономикалық қатынастарын реттеуге, бұрынғы серіктестермен экономикалық қатынастарды қайта құрып, бірігу жолымен әлемдік нарыққа шығуына мүмкіндік берді. Бұл үшін Еуразиялық экономикалық қауымдастық сияқты сыртқы экономикалық ұйым құрылды. Сонымен қатар, Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына кіруіне де толықтай мүмкіндігі бар. Сыртқы экономикалық әрекеттерді ырықтандыру, мемлекеттің бұл саладағы монополиясын жойып, ірі, орта және шағын бизнеске шетелдік серіктестермен еркін байланыстар орнатуына мүмкіндік беріп, осы қызмет түріндегі бәсекелестік негіздерді орнатты. Қазақстанның Америка Құрама Штаттарымен сыртқы тауар айналымы өсіп келеді. Америкалық инвестициялар көлемі 20 ғасырдың 90 жылдары 2 миллиард ақш долларынан асып түсті. Бұл Орта Азиялық аймақтағы ең ірі инвестиция болды. Бүгінде Қазақстанда 350-ден аса бірлескен қазақстандық америкалық компаниялар тіркелген. Оның ішінде қызмет көрсету саласынан бастап, мұнай-газ кешеніне дейінгі салалар бар. Біріккен ұлттар ұйымы даму бағдарламасының қазақстандық бөлімінің мәліметтеріне сай, 1993-1997 жылдары ғана ұзақ мерзімді инвестициялар бойынша міндет ретінде шетелдік қаржы жұмылдырылып, Қазақстан экономикасына шамамен 50 миллиард ақш доллары бөлінген. Қазақстанның негізгі капиталындағы инвестициялардың жалпы көлемі 2012 жылы 23 миллиардтан аса ақш долларын құрады. Бұл шетелдік инвесторлардың Қазақстанға деген жоғары сенімін айқын білдіреді. Балалар, бейне материалды тамашалап болсақ, бейне материалда байқағанымыздай жаңа терминдер кездесті. Экономикалық қарым-қатынас, экономикалық валюталық қор, мемлекеттер арасындағы ынтымақтастық, сауда-саттық деген сияқты жаңа терминдер көрдік. Ендеше бүгін сабағымыздың тақырыбы халықаралық экономикалық қатынастар түрлері. Сабағымыздың мақсаты халықаралық экономикалық қатынас түрлерін жіктеп сипаттаймыз. Дәптерлеріңе халықаралық экономикалық қатынастар деген терминнің қысқаша анықтамасын жазып қойыңыздар. Халықаралық экономикалық қатынастар дегеніміз әлем елдерінің арасындағы шаруашылық байланыстар жүйесі. Экономикалық қатынастардың аса маңызды нысандары халықаралық сауда, жұмыс күшінің көші-қоны, капитал әкетілімі, халықаралық несие, халықаралық валюталық қатынастар, халықаралық ғылыми-техникалық және өндірістік ынтымақтастықтар жатады. Барлық аталған нысандар бір-бірімен өте тығыз байланысты және өзара іс-қимылда болады. Халықаралық экономикалық қатынастардың негізгі түрлері: сыртқы сауда, капитал, ғылыми-техникалық байланыс, орнына келтіру жұмыстары, несие қаржы қатынастары, қызмет көрсету салалары және халықаралық туризм жатады. Аталған халықаралық экономикалық қатынастардың негізгі түрлері болып табылады. Дүниежүзілік сауда түрлеріне, сауданың түрлеріне көтерме сауда, тауарлы сауда, фьючерстік және қор биржалары, жәрмеңкелер, валюта саудасы жатады. Фьючерстік биржалар дегеніміз елдердің арасындағы қарым-қатынастарды орнату барысында келісім-шарт қағазын экономикалық тілде фьючерстік биржалар деп атаймыз. Шикізат пен азық-түлік тауарлары нарығында тарихи тұрғыда сауданың айрықша түрі биржалар мен аукциондар болып қалыптасады. Биржалар дегеніміз, биржа латын тілінен енген әмиян деген мағынаны білдіреді. Сұраныс пен ұсыныстың арақатынасы негізінде тауарларды, құнды қағаздарды, сондай-ақ жұмыс күшін көтерме бағамен сатуды ұйымдастырудың түрі. Қаржы сауда мәмілелерін жасау үшін сатып алушылар мен сатушылардың жиналатын орны.
биржаның қор биржасы, валюта биржасы, еңбек биржасы деген түрлері бар. Аукциондар деп нені айтамыз? Аукциондар дегеніміз алдын ала белгіленген уақытта және арнайы көрсетілетін орнында сауда жолымен аукционға қойылған тауарлардың сатылымын жүзеге асыратын арнайы компаниялар. Олар әдетте өздерінің сатып алатын бағасын ұсына отырып, өндірушілерден өз қаражаттарына тауарды сатып алады да қайта сатады. Осылайша баға айырмасынан пайда болады. Халықаралық аукциондар және халықаралық валюта биржаларының ара қатынасы сауда және сатып алу, сату деген сияқты экономикалық процестер негізінде халықаралық экономикалық келісімдер орнатылады. Ол келісімдердің нәтижесінде дүние жүзінде елдердің арасында халықаралық ұйымдар құрылады. Тақырыпқа байланысты бірінші тапсырма. Халықаралық экономикалық қатынастар деген тақырыпқа оқулық мәтінін оқып, төмендегі сұрақтарға жауап жазамыз. Қандай ғалымдар халықаралық экономикалық қатынастарды зерттеумен айналысады? Неліктен елдер арасында экономикалық байланыстар туындады? Халықаралық экономикалық қатынастардың қандай формалары бар? Түрлі елдерде сатып алушылар, сатушылар мен делдалдар арасында жүзеге асырылатын сату және сатып алу процесі қалай аталады? Тапсырманы қысқаша сұрақтарға жазып болғаннан кейін, кері байланыс WhatsApp желісі арқылы жібересіздер. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.